Сізге сәлем достар, сіздермен бүгін Клэш.kz арнасы, бүгінгі тақырып тағы да обновлениеға қатысты болады. Сол обновление, қашан боласын обновление, ол, сникпикпен келеді. Бүгін менің сіздерге 8 жаңалығым бар обновление туралы, не өзгереді, не қосылынады, не тағы да көбейтілінеді дегендей. Так, бірінші жаңалыққа келетін болсақ, адамдар, мысалы, уақыт КВ-да 3 минут болады, а также заңда 3 минут болады. Сол, Supercell компаниясы ескеріп, адамдар уақыт жетпей қалады. 3 минут өте аз өткені себебі, мысалы, адамдар КВ-да болса, уақыт жетпей қалуы мүмкін. Сол сияқты адамдар Supercell компаниясына жазып, уақытты көбейтіңіздер деп айтқан болатын. Себебі адамдар 99% алып қалып жеңіліп жатады КВ-да. Ол өте жаман. Сондықтан Supercell компаниясы ескеріп, КВ-да ғана емес, подборда да, мысалы, атаканың ұзақтылығын 3 минут 30 секундқа ұзартқыздырылды. Бұл өте керемет, ешқандай осындай 99% болмайды. Мен өте қуаныштымын. Екінші жаңалыққа келетін болсақ, заклинание. Егер сіздің кланыңыз 4-ші уровеннен жоғары болса, сіз заклинание бере аласыз. Тек қана 4-ші уровен клан асу керек. Сонда любой адамға любой заклинание бере аласыз. Үшінші жаңалық, мысалы, сіз чемпионский деппін ғой, мастерден жоғары болсаңыздар, мысалы, клэштен шығып кеттіңіз, енді содан кейін уведомление кеп тұрады, ана типа вашу деревню атакует, ана мынау деген сияқты. Сондықтан енді ол 1 минуттан кейін адамдар шабуыл жасай алмайды. 5 минуттан кейін адам шабуыл жасайды. Ол интернеттен нашар адамдарға керек болады. Ал 4-ші жаңалыққа келетін болсақ, эликсир хранилище 12-ші уровенге барады. Бізде қазір 11. Сосын золото хранилище 12-ші уровенге дейін барады. Ол өте керемет. Сол екеуі қазір бізде 8 миллион әскер сиятын болса, енді 10 миллион әскер сиятын болады. Себебі ТХ-11-де ғана ашылынады. Ал 5-ші жаңалық сол золото хранилище, 6-ші жаңалық башня колдуна 8-ші уровен болады. 9-ші уровен шығады. Ол өте керемет ТХ-11-де. Ал 7-ші жаңалығымыз лаборатория. 9-ші уровенге дейін көтеріледі ода. Бұл өте керемет ТХ-11-де. Ал 8-ші жаңалық ТХ-11-дің суретін білесіздер. Енді ол басқаша өзгереді. Кішкене үстіне дизайнды қосқан. Бұл фотоларды, мен айтқан фотолар, ВКонтактеде группаға саламын. Группаның аты Clash of Clans, сосын Kaz, сызықша тұрады. Ол группаның ссылкасын описанияда қалдырамын. Сол фотоларды көре аласыз, немесе қазақша группа бар, содан қазақша группаларын көре аласыздар. Орыс группаларынан да көре аласыздар. Сосын тағы да айтатын нәрсе, енді мына заклинание білесіздер. Нужна фабрика заклинания 5-ші уровня дейді, 5-го уровня. Бұл ТХ-10 ашылынады. Енді ол ТХ-9 ашылынатын болады обновлениеден кейін. Бұл өте керемет ТХ-11-де енді қатқыздыратын заклинание ашылынады. Ал ол дегеніміз басқа да защита, сосын тағы да басқа да заклинание, темная казармадан жаңадан әскерлер шығуы мүмкін деген сөз, достар.
Ал егер сіздер тағы да обновление туралы басқа да жаңалықтар білгіңіз келсе, каналға тіркеліңіздер. Каналға тіркеліп репост жасаңыздар. Достарыңызды каналға шақырыңыздар. Каналдың көркемдеуіне үлес қосыңыздар. Сіздермен бүгін болған Clash.net KZ арнасы. Сау саламат болыңыздар достар. Келесі видеода кездескенше.